Сәлем достар, әңгіменің екінші бөлімі. Осылайша сонар бала ойланып басы қатып жүргенде, анау өкіметтен келген қызыл қасқыр ойға шапты. Мұныңыз енді сонау дүкен молдадан берідегі алғашқы шабуылы еді. Бұл кезінде әруақты әулет деп жұрт аузынан тастамаған әулетке тиген бірінші соққы болды. Сонда бабасы да, әкесі де қорған болмағаны ма? Тіпті сонау бір заманда қарақшылар келіп дүкен ақсақалдың жылқысын бөліп айдап кетіпті. Шарт ұйқыда жатқан ақсақал селт етіп оянып тысқа шығады, қараса қорғанның есігі ашық тұр екен дейді. Жаба салып үйіне кіріп жатып қалады. Әне, сол сәттен бастап қарақшылардың аттары алға баспай қояды. Әрі-бері қамшылап тепсінген болады, бірақ ештеңе өндіре алмайды. Өйткені екі құлағын тіктеген жылқылар әлденеден үріккендей жер тепсініп тұрып алады. Сонда әлгі қарақшылар қорқып кетіп, енді не істейміз деп бірі-біріне қарайды. Аттарымызды ауыстырып мініп көрейік дейді бірі. Солай жасайды, бірақ бәрібір аттары қозғалмай тұра береді. Сонда ғана бір қарақшының есіне түседі. Осы тау маңайында әруақ дей ме, молда дей ме, сондай бір шал бар екен. Мына жылқылар соның жылқылары болмасын, оңбай кетпейік дейді. Сөйтіп өзара әуреге түсіп үрейленіп тұрғанда, түн қараңғыда алыстан аппақ ақбоз аттың сүлбесі көрініп, таудан төмен құлдилай береді. Мұның сұмдығы сол әлгі ат шауып келе жатқанға ұқсамайды, ұшып келе жатқандай көрінеді. Сонан соң тастақ жерде тұяқ дүбірі де етілмейді. Сонда ғана әлдебір сұмдықты сезген қарақшылар аттарын тастап жаяу қаша жөнелген екен. Әне, сондай әруақты шаңырақтың осы күні шырқы кете бастады. Оны аңғал сонар қайда білсін, қойыма қасқыр шапты деп қос мылтығын асынып жүрді. Ал енді осы шабуылды естіген совхоз директоры да қатты таң қалған. Жасым 60-қа таяп қалды, мына совхозды 20 жылдан бері басқарамын. Мерген ақсақалдың жайлауын жау шапты дегенді естімеп едім. Бұл ненің белгісі? Деп жиналыста сұрапты. Оған кім жауап берсін, бәрі де таң қалып отырып. Мына қызыл қасқырыңыз ештеңе талғамайды екен. Бұл да тегін жыртқыш емес қой, Басеке деген уәж айтқан. Жоқ, ондай болуы мүмкін емес, мұнан бұрында 2 рет шапқан дейді. Бірақ шығын келтіре алмаған екен. Мұнаусы сонда 3-ші рет, мұнысында бір жылқысы мен 7 бас қойын жарып кетіпті. Меніңше, Мерген ағаның шаңырағына бірдеңе болды деп басын шайқаған директор ойға қалған. Расау, кеңес үкіметі құрылғаннан кейін молда имам дегендерді құртты ғой. Керек десеңіз, Құдай жоқ деп өз қазағын айта бастады. Соның салдарынан осы күн бір тұтас ұлт қақырап 2-ге бөлінді. Сақал сипағандарды діншілдер десек, тәңіршілдер деген тағы бар. Осыдан бір ғасыр бұрын қазақ дінге сенбейтін болады десе бәрі жаға ұстаған болар еді. Дегенмен осы күнгі қазақ сонда екенін білетін шығарсыздар. Тіпті әулие басына барушы болмаңдар, 7 шелпек таратпаңдар деп көкіген имамды да көрдік. Айтатындары о дүниедегі шәрбат бұлағы мен сондағы сұлу бикештер. Құдай-ау, хор қызын құшып, бүгін түнде қатын қылсаң, ертесіне тағы да қыз боп тұрады екен деген не сұмдық. Сонда арғы дүниенің бәрін қыздың бұтымен бағалайтын болғанымыз ба? Құрсын, қатындардың бұйымынан басқа қызық жоқ па? Әйтеуір бәрі ақылшы, бәрі сәуегей. Құдды бір сол жаққа барып келгендей сөйлегенде таң қаласың. Көзі ашық, көкірегі ояу жігіт болсам да, мұндайларға айтар уәжім жоқ. Әкем жүрген жолмен жүріп келемін, және де баламды осы жолмен жүруге үйретемін. Ал енді сол күнгі директордың жиналысынан кейін ауыл шүгу ете қалды. Бірақ мұның сырын кім аңғарсын, әркім әртүрлі жорамал айтып тарасқан. Бірі қызыл қасқырдың қайратын айтса, енді бірі олар да пенде ғой, басқаның қойына шапқан қасқыр сонардың қойына аясын ба? Деп кекесін айтып жатты. Негізінде директор таң қалғандай мұныңыз бір түсініксіз жағдай еді. Алайда бұл құпияны ешкім білмейді емес, білетін бір адам болды, ол кім десеңіздер айтайын. Бастығының сонша қатты таң қалып әңгіме айтқанына ауған берік құлақ түрі түскен. Ол сорлы басқа ауылдың баласы, дүкен молданың әруағы жайлы естімеген болса керек. Әй деп барып іштей күбірлеп ойға батты. Ойға батпайше соңғы кездері кәмшатпен кездесе болды, ертесіне бір ылаң шығады. Саусақтарын бүгіп отырып күн санай бастады, ойынан жаңылмапты. Бір кезде дұрыс деп барып жігіт селт етті. Сонау мамырдың ортасында тауға барып кәмшатты құшқан. Оның ертесіне сонардың қойына қасқыр шапты. Құдай сақтап аман қалды.
Сонан соң мамырдың 24 жұлдызында барды, оның ертесіне де сондай шұшықты. Бір топ қасқыр айнала шауып, бір жылқысын жаралап кетіпті деп есітті. Ал кешегі кездесуден кейін қойшы сонарды біраз шығынға батырды. Сонда бұл дегенің жай ғана сәйкестіктік пе, әлде ауыл айтпақшы әруақ па? Қой құрсын, өзімнің өрімдей бір қыз, бір ұлым бар, жөніме ғана жүрейін. Мына ауылдың сөзінің түрі жаман, кәмшатың тұнып тұрған әруақ дейме, сондай біреудің келіні екен ғой. Қызық қуамын деп қарғыс алып, үрін бұтағыммен қаңғып кетермін деп қорықты. Ол аз десеңіз, бастығын алып Алматыға жүргенде, сонар қойшының кімнің ұрпағы екенін естіп жағасын ұстады. Әншейінде дамбал бажам деп үстінен күліп жүрген жігіт осыдан кейін сап тыйылды. Тіпті жұмысын тапсырып, өз ауданына кетпекші болды. Алайда оны енді Кәмшат келін жібере қойсын ба, әр барғанында мойнына асылып бұтын сипат. Берігіңіз жас жігіт емес пе, айғыры кісінегенде тоңқайған келіннің сыбағасын беріп тиіп қашып жүре берді. Дегенмен бұл сорлы білмеді емес, білді, мұның соңы жақсы болмайтынын. Білсе де Кәмшаттай әдемі келіншекке соңғы барғанда өлердей ғашық боп үлгерді. Сөйтіп кеше ғана әруақтан қорыққан жігіт бүгін бұқадай бұлқынып шыға келді. Сонан соң қолды бір сілтеп Құдайды да, басқаны да сырып қойды. Өйткені мұның қипақтап қашқысы келетінін білген келіншек етегін шайып ішкізіп көзін байлады. Жас келіншек оны қайдан білді десеңіздер, Әмина абысын бар емес пе? Әрине ол қатын бұған ойнасыңды байла деген жоқ, біздер жақта байды солай байлайды екен дегендей ақыл айтты. Осыдан соң мына әулетте әруақ атқандар саны 2-ге жетті. Қазірше аман жүргені ортаншы келін ғана, бірақ оның да ерке көрмегеніне біраз болды. Өйткені Бақаш бай істі болып түрмеде жатыр. Негізі еркек сорлының тым аңғал және тым жуас болғаны да жаман дейтін. Мерген ақсақалдың өзінен бастап 3 ұлы да қой аузынан шөп алмайтын момындар еді. Әсіресе кенже ұлы сонардың ессіздігі бәрінен асып түсті. Олай дейтінім, осыдан 3 күн бұрын ұрым барған Берік пен Кәмшат айқасы бергенде, шауып кеп үйге түспей, қора жаққа өте шыққан. Сонан төлдерді қарап, Кәмшат, әй, Кәмшат, жаным-ау, қайдасың, мына қозыны қарашы деп айғайға басқан. Оны естігенде Кәмшат киініп Берік бұғынып үлгерген. Әйтпесе анау төменгі жолда тұрған көлікті көрмеді емес, көрді. Алайда ойында түк арамдық жоқ, жігіт оған көңіл бөлмеді. Әне, сонардың сондай аңғалдығын білген Кәмшат Берікті мықтап байлап алған дейді. Мұның сұмдығы мынада, жайлауда жатқан Кәмшат келін ернін тістеп, әлде бір сөзді сыбырлап айтып аңса болды екен. Әлгі дуа дегеннің мұндайда түрі бар екенін өз басым бұрыннан естігенмін. Сіз оны кәдімгі ыстық дуамен шатастырмаңыз, дуа жайлы білетіндер болса айта жатар. Дегенмен әй дейтін әжесі, қой дейтін қожасы болмаса, пендеңіз осындай болады. Қысқасы кезінде бүкіл ауыл сыйлаған мерген ақсақалды өз келіні сыйламады. Көзі тірісінде-ақ арын бұлғап, шаңыраққа арам шақырды. Ал өлгеннен кейін кәдімгідей әруағын қорлап бастады. Алайда атамыз біраз ескерту жасап, сонар балаға аян бергендей болды. Бала бәрібір түсінбеді. Сөйтіп Кәмшатқа Берік келген күні бір шырғалаң туа берді. Енді міне соңында қасқыр шауып жазым қылды. Алдағы аптаның дүйсенбісі ауылға поштаға барамын. Сондағы шаруамды бітіріп үйде боламын, жаным менің, түн ауа келесің ғой, деп сыбырлады келіншек. Болды, жаным, болды, мына жерде қашып пысқаннан, үйдегі кең төсекте еркін жатып көсілген жақсы ғой деп еміренді жігіт. Сонан соң оң аяғын кеудесіне басып қағыта бастады. Кәмшатқа да керегі осы, сандырақтап жатып, мен байыммен жатқым келмейді, себебі мен онан ләззат алмаймын деп жігіттің құлағына тілін тықты. Әрі қарай жаным, күнім, тәттім деп кезек-кезек айтысып айқасып жатты. Онан көп өтпей, тоқтамашы, жаным, міне, дәл осылай істей берші деп ыңырсып жалынған келіншектің дауысы шықты. Мұндайда еркек қарап қалсын ба, барын салып құйрықтан от шығарды. Алайда мұнысы көпке бармады, аяқ асты көтерілген қара құйын киіз үйді бір сілкіп аударып ұрды. Сонан соң жалаңаш келін бетін басты, жігіт тұрып сайға ашты. Екі бейбақта иман зәре қалмады. Қап-ай, анау бір төбеден дүрбісін кезеп сонар қарап тұрмаса болғаны деп міңгірледі келіншек. Ол сорлы қайтсын, бір еркектей-ақ төмен жаққа көз қиығын салып жүрді. Бірақ атаның әруағы көзін байлай берді. Өткендегі үйге кірмей, қораға барғаны да сол еді.
Себебі бір ұлы түрмеде жатқанда, екінші ұлының түрмеге барғанын әке әруағы қаламады. Сол үшін киіз үйді көтеріп лақтырып келінді қорқытты. Ал Кәмшат ше? Кәмшат келін мұнымен де тоқтамады. Сол күні Аққойдан келген байының аяғын аспаннан келтіріп алдап, киіз үйді қайта байлатты. Сонан соң ас тартып, қымыз сапырып қолына ұстатты. Сөйтіп жүргенде айнала қараңғы тартып түн жамылды. Келіншек еркелеп келіп құшағына асып берді. Осылайша беріктен қалған құмарын қайта басты. Сонар сорлы ғой сол, сорлы демей не дерсің? Киіз үйді көтеретіндей ол қандай күш? Деген миына ой келмеді. Ой келмек түгілі анығын сұрап та отырмады. Ал ұлының осалдығына ренжіген әке әруағы өз әулетін онан сайын қыса түсті. Сонар баланың аңғалдығы бәрінен де асып түскен еді дейді жұртшылық. Оны білетін Кәмшаттың онан сайын асыр салды. Әлгі әумесерді бұлауына салып алған соң, ойына не келсе, соны істеді. Етегін езіп ішкізіп оқытып алғанда ауғанда қан көрген жынды бала жуасып Кәмшаттың құлына айналды. Қайдағы құл десеңіз айтайын, төсектегі құлы. Осы төсекке келгенде еркек сияқты әйелдерді де 2-3 топқа бөлуге болады. Ұлы сөзде ят жоқ, кейбір әйел шыңғырып айқайлап жатып ләззат алса, екінші бір әйелдің төсекте жатып жылайтыны бар. Ал үшінші әйелді зорлап, қинап, шапалақпен ұрсан ғана ләззат алады. Алайда бұл деген жарыққа шықпайтын жабық нәрселер. Бұл ер мен әйелдің арасындағы құпия нәрселер. Дегенмен сырт келбеті ұқсас болғанымен, адам физиономиясы бөлек-бөлек жаратылады. Бұл әйелге де, еркекке де ортақ нәрсе. Мысалға, педофилизм. Мұныңызда Европада ауру десе, бізде нәпсі құмарлық дейді. Оның сорақысы сол, педофил еркек сол қылмысын қайталай береді, олар қоғам үшін өте қауіпті. Сондай-ақ бұл әйелдерде де бар. Баласында еркекке қызығатын әйелдер болады. Сонан соң төсекке тойымсыздар болады. Мына Кәмшат келін сондайлардың бірі еді. Алматыдағы ағамдардың халын сұрайын деді, таңғы шайын құя берген келіншек. Ия, жаным, біраз болды хабарсыз кеттік. Мені білесің, қойдан қолым тимейді, сен өзің барып сөйлесіп келе ғой деген сонарың аттан ауып түсті. Жаным менің сенде еркекті маңдайыма жазғанына Құдайға шүкіршілік айтамын деп еркелеген Кәмшат, менің поштаға баруым керек, мына жүннен тоқылған шұлықты төркініме жіберемін. Бірақ оның бәрі уақыт, егер үлгермей қалсам, ертең келермін деп жымиды. Жарайды, жаным, жарайды. Ертең қайтсаң, ертең дейін. Өзің білесің, сенсіз бір түнді әрең өткіземін деген сонар келіншегінің маңдайынан сүйіп атқа қонды. Мұнысына енді арғы дүниеде ашулы жатқан атаның әруағы қарсы болды. Қайтеді, келіннің көзін құртса, ұлы аңырап қалады, өйткені онсыз өмір жоқ, сорлы бала Сумақай келінді қатты жақсы көреді. Өзінің бәйбішесі қайтқанда қандай халге түскенін біледі, бұл кәрілік шағында. Ал баласы болса жас, жақсы көргенін жоғалтқанда өз-өзіне қол салуы мүмкін. Сонда да мұндай сорақылыққа тосқауыл болу керек шығар. Әйтпесе арсыздық майданы басталып, екі ара майқасып бастағанда, киіз үйді көтеріп лақтырып көрді, оны келінде бала да түсінбеді. Сонда бұл екеуіне қатты қапа болған әруақ аунап түсіп күңіреніп жатты. Ал енді қолына тоқыма түйіншегін ұстаған келін жайлаудан шығып, төмендегі жолға беттеді. Бұл өзі өткенде келгенде ауған балаға осы бүгін үйде боламын деп айтып қалған. Айтса оның да өзіндік сыры бар еді. Анау киіз үйде қосылғанда сонар келіп қалама деп алаңдаумен болады. Ұрының арты қашанда қуыс деген. Айтып болама, әлденені қажет етсе, қойды татар балаға тастап келе салуы да мүмкін. Бұл екеуі бақырып-шақырып, шыңғырып жатқанда, тұяқ дүбірін байқамай қалса ше. Ол кезде үстерінен түссе, иығындағы мылтықпен екеуінде атып салады. Анау жатқан ата әруағы да осыны ойлап көзін байлап жанталасып жүр. Әке балаға жамандық тілемейді, қолынан келгенше қорғаштап бағуда. Мына заманда адам өлімі болды дегенше коммунистер аямайды. Екі адам үшін кемінде 20 жылға айдап жібереді. Әттең бұрынғы ата заманы болғанда еді, мына екеуін екі атқа байлап, бұлаң пұттарын қақ бөлер еді. Болмаса белден төмен көміп тас бұранмен сеспей қатырар еді. Өйткені ол заманда жүріс жасаған қатынды да, еркекті де аямаған, ең жоғарғы күн өлім жазасына бұйырған. Бәлкім ондай үкімді осы күнгі біреулер білмейтін шығар, әйтеуір жүріс жасап жүргендер көп, шектен тыс көп.
Сол күні күн сәскеде жолға шыққан келіншекке көлденең көлік тоқтап, ауыл тұсына дейін ала кетті. Рөлде отырған келісті жас жігіт екен. Осы баланы қыңыр келін, өз байы сонармен, онан көңілдесі ауған жігітпен салыстыра бастады. Бұл қаны бұзық қатындардың бәрінің әдеті. Мұныңыз әдемі қыз көрген еркектің миында не болса, бұзық қатынның ойында сол нәрсе жылт ететін құбылыс. Өзі бір әдемі жігіт екен деді көліктің ішін көзімен тінтіп шыққан келін. Сонан соң айнадан қарап бөтен еркекке күлімдегендей болды. Алайда онан әріге бара алмады, өйткені көлік алдында тағы бір келіншек отырды. Мүмкін ол мына жігіттің әйелі шығар, деп ойлады. Мына мұрны қоңқиған қатынның түрін қарашы, рөлде отырған әдемі жігітке тіпті сай емес. Жұрттың қыздары не жеп ақылды болады, осы жап-жаңа көлігі бар жігітті қайдағы бір қап-қара қыз иемденіп алыпты. Қап көлікте жалғыз өзі болғанда, ақ жигулидің ішінде ақ терімді шығарғанда. Жүйткіген көлік ауыл тұсына жеткенде, Кәмшат келіннің арманы алыстай берді. Сонда да көліктен түскен бойда рахметін айтқан болып терезе тұсына келіп: «Рахмет сізге. Жол ақыңызды берейін десем, қалтамда ақшам жоқ еді. Егер мына жолдан жиі өтіп қайтатын болсаңыз, анау тау етегіндегі жалғыз киіз үйде тұрамын. Негізі мына ауылдың қызымын, анау шеткі үй менікі, өткен қайтқанда соқсаңыз, жол ақыңызды ала кетерсіз, кісі ақысы, тәңір ақысы» деген деп сызылды. «Жоқ, ақшаңыздың керегі жоқ, о не дегеніңіз? Мен өзім үшін кетіп барамын ғой» деген бала сонда басын бір изеп жүріп кете барды. Ал енді жас жігіт Кәмшат келіннің емеурін танытқанын байқады. Әйтпесе анда тұрамын, мұнда тұрамын деп айтып не қылады, бүгін қалтасынан шықпаған 50 тиын ертең шыға қояма. Дегенмен өзі бір әдемі келіншек екен-ау, мүмкін келесі бір өткенде соға салармын деген ұшқыр ойына мініп ол кетті. «Әй, жарықтық, абайла, балам, абайла, бұл қатынға жолама. Анау айтқан үйге ешқашан жолама, ол үйді жақын күндері әруақ атады» деп ақ ұрып ата жатты. Сол күні сонау жолдан аяғын айқастыра басып ауылға кірген кербез келіншекті ауған бала көрді. «Бүгін түнделетіп келерсің» деп ескерткен, төсектің көкесі осы бүгін түнде болмақ. Қысқасы, қатыққа тоймай қасық жалайтын мысықтай қатын мен қатынға тоймай ашық жалайтын еркек жолықпақ. Әрі қарай не болады, бір Құдай біледі. Бір сөзбен айтқанда, ығайға сығай жолықты дегеніңіз осы. Алайда бұл шаңырақтың киесі бар, бұл үйді әруақ қорғаштайды. Өйткені бұл үй сонау дүкен молданың жамбасы тиген үй. Онан беріде 3 рет бұзылып, жаңалап қайта соғылды. Енді 4-ші рет бұзылса, не болады? Тас талқаны шыққан үйіндіге айнала ма, жоқ қайта соғыла ма? Шынымен де бала бәрін білсе де, тоқтау жоқ. Тоқтайтындай кеудеде түйсігі жоқ, басында миы жоқ. Жігіт сонда деп барып алақанын ысқылап қойды. «Бүгін кешке дейін шыдашы, жаным. Анау таудың етегінде бүкшие түсіп қорқақтап жүрген бала, бүгін түнде батыл қимылдамақшы. Мына үйде ешкім жоқ екенін біледі, ауласында түнде сәуле беретін жалғыз көзді жарық қана бар. Сонда да бұл үйге ешкім тимейді, ешкім ештеңесін алмайды, ұрыларың айналып өтеді. Оның құпиясын жұрт білсе, жігіт те біледі. Тіпті алыс сапарға жол жүргенде директордың өзі талай рет кереметін айтып берген. Сонда ғана қорқа түсіп басын алып қашқысы келгенде, онысын Кәмшат келін байқап қалып, етегін шайып жіберді. Сонан соң бұл сорлының көзіне Кәмшаттан басқа қатын көрінбей қалды. Міне, бүгінде ауласынан ұры жүрмейтін үйдің төсегіне барып көсіліп жатпақшы. Қонақ боп барса жақсы ғой, бұл сорлы қонаққа емес, тозаққа бармақшы. Сол күні өзі ауыл орталығына барған Кәмшат шынымен де төркінімен сөйлесті. Онан Алматыдағы абысынға қоңырау соғып, қайын ағаның халін сұрады. Ол өз байын айтты, бұл жағдайын айтты, әйтеуір 2 қатын коммутатордың ақшасы біткенше былшылдасты. Ол аз десеңіз, 2-ші абысынға қоңырау соғып, түрменің хабарын білді. Сөйтіп жүргенде түс қайтты, кешті келтіре алмаған Кәмшат келін шығып поштаға барды. Сонымен не керек, күн 5-ге еңкейгенде, киелі шаңыраққа жетіп 5 шайға қонжиды. Ал арғы жақтағы бір көлікте некесіз еркек бұтын ұстап, бұқасын сипап отырды. Шықты-ау, әйтеуір, шықты-ау. Енді мұны үйіне жеткізіп тастаса болғаны, байдан қайтқан қатынға ұқсап баланың басы босайды. Әрине, ол үшін мына директорды үйіне жеткізсе болды.
Сонан соң су жаңа көлікті гаражға қойып, әрі қарай қайдасын кәмшат деп тартып кетпекші. Қойшы дегенде сүт қаймақ үзілмейді. Бір асым қой етінен сорпа жасаған келін түн жарыға барғанда қақпаны ашып, жігітті кіргізіп алды. Мұның соңы белгілі, есікті іліп, перделерді түсіргеннен 6 бөлмелі үлкен үйде екеуі ара жын ойнақ басталды. Жазған құлда шара жоқ, жігітті шалқалап итеріп жіберген жезөкше келіні дегеннен талтайып кеп бетіне отырды. Бұл оның ең жақсы көретін әдістерінің бірі. Және де бұл сорлы бір отырса, бір сағаттап отыратыны бар. Аспанға қарап, аузын ашып есінеп, әй бір керілді-ау дейсің. Онан ышқынып түсіп шалқая бергенде, қабырғадан қарап тұрған әлде біреудің басы көрінді. Оны көргенде кәмшатыңыз қос анарын жасырып атып тұрды. Алайда тұра қашуға шамасы болмай, дірілдеп тұрып, бала байғұстың басына шаптырды. Сонан соң ғана әупірімдеп тілге келіп, Жанчик барып жарықты қосып келші деп жыламсыраған болды. Кәмшаттың бұйрығын бұлжытпай орындайтын бала барып жарықты қосты. Бірақ екеуі бірдей қайта-қайта қараса да, асулы тұрған сағаттан басқа ештеңе көре алмады. Жай, жаным, жақсы, алаңдама. Анау тұрған сағат көзіңе солай көрінген шығар. Деген бала басу айтып аузы басын сүртті. Әрі қарай екі арам қайта қауышып, жын ойындарын тағы да бастады. Негізі осы баланы кәмшаттың жақсы көрген көрмегені белгісіз, оны ешкім білмейді. Оның жақсы көргені бұйымтайы ғана, өйткені сонардікі бір сүйім болса, мұныкі бір қарыс. Әйел затының кейбіріне оның да маңызы бар деген, алайда біразына маңызды рөл атқармайды. Олар барына береке. Ал қанағат тұтпайтындарды жезөкше дей беріңіз. Осылайша бір сілкініп алған ата әруағы бұл екеуіне бір ескертті. Майданның қызығына түскендер ондайға мән берсін ба, жан алып, жан берсіп жатты. Сөйтіп кезек жігітке келгенде, келіннің екі аяғын айқара ашып, басымен сүңгіп кетті. Мұнысына кәмшаттыңыздың бойы балқып, көзін сүзіп шалқая берді. Енді әне-міне дегенше шыңға жетем ау деп жатқанда, әлгі бас шылт етіп қайта көрінді. Бұл енді алғашқыдан да қорқынышты көрінді. Оған шыңғырып берген келін атып тұрып қаша жөнелді. Қашқанда қайда барады, көресінің бәрі алда еді.